Сәлем балақай, сені каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз төрт түлігім, байлығым. Бұл сабақтан балақай сөздерді буынға бөлуді және сол сөзде қанша буын бар екендігін анықтауды үйренесің. Ендеше сабағымызды бастайық. Оқулықты бетін ашқан кезде біздер мына бір суретті көреміз, иә? Бұл жерде нені көріп тұрмыз, ненің суреттерін көріп тұрмыз? Бұл жерде бота, құлын, бұзау және қозының суреттерін көреміз. Яғни бұлар төрт түліктің төлдері болып табылады. Ендеше бірінші сурет бойынша буынға бөліп көрейік. Бірінші суреттегі бұл бота. Кәне шапалақ арқылы буынға бөлейік. Бота. Неше буыннан тұрды? Екі рет шапалақтадық, сондықтан ол екі буыннан тұрды. Келесі құлын. Құлын. Екі рет шапалақтадық, бұл да екі буыннан тұрады. Балақай, қазір біздер буын санын шапалақтау арқылы анықтадық. Буын санын анықтаудың екінші түрі бар. Бұл егер ол сөзде қанша дауысты дыбыс болатын болса, сонша буын саны болады. Мысалға, бозау екі буын. Бұл жердегі о және а дауысты дыбыс. Сөзде екі дауысты дыбыс бар. Ол жерде де екі буын болып тұр. Келесі сол сияқты қозы деген сөзді көрейік. Қозы екі буыннан тұр. Өйткені қозы деген сөздегі о және дыбыстары дауысты дыбыс. Балалар, тағы да қайталап өтемін. Есте сақтаймыз. Сөзде қанша дауысты дыбыс болатын болса, сонша буын болады. Балақай, енді мына бір суретке назар аударып көр. Бұл жерде түйенің және ешкінің суреті тұр. Не себепті екеуіне ортақ бір сызба берген? Кәне оның себебін анықтап көрейік. Ол үшін түйе деген сөзді, ешкі деген сөзді буынға бөлейік. Түйе екі буыннан тұр. Ешкі ол да екі буыннан тұр. Екеуі де екі буыннан құралған. Неге? Өйткені екі сөздің де құрамында екі дауысты дыбыс бар. Сол себептен екі буыннан тұрады. Балақай, келесі ірімшіктің және текеметтің суреті берілген. Бұл да алдыңғы тапсырма сияқты екеуіне ортақ бір сызба берілген. Өйткені екеуінде де үш буыннан тұрады. Ірімшік, текемет. Неліктен үш буыннан тұрады? Өйткені сөздің құрамында үш дауысты дыбыс бар. Балақай, егер сабақты мұқият тыңдаған болсаң, келесіде буын санын анықтау саған мүлдем қиындыққа соқпайды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Және де каналға тіркелуді ұмытпа.